Дәрігер, диетолог, фитнес-тренер барлығы су ішуге кеңес береді. Арық болу үшін де, таза тері үшін де суды көп мөлшерде ішу керек. Біз суды қалай және қашан, қандай мөлшерде ішсе тиімді болатынын анықтадық. Адам ағзасында су азайып, құрғаған кезде ми жұмысы да тежеле бастайды. Сөзіңізді ұмытып немесе жиі қателесіп, жаңа ақпаратты қабылдауыңыз қиындайды. Осыдан ақ судың ағзаңыз үшін пайдасын біле беріңіз. Еуропа қауіпсіз тамақтану ұйымы әйел адамдарға күніне 1,5 литр су, ал ер адамдарға 2 литр су ішуді ұсынады. Ал мектеп жасындағы балалар 1 литрден көп су ішу керек. Ағзаның көп бөлігі судан тұрады, сондай-ақ су дененің әрбір бөлігіне еніп, денсаулықты жақсартады. Газдалған немесе газдалмаған. Газдалған суда теріні жұмсартады, алайда оның құрамында сүйектегі кальцийді кетіріп тастайтын көп ауруға себеп болатын фосфор қышқылы болады. Кейбір диетологтар тәтті газдалған сусындарды тамақтану рационынан мүлде алып тастауды ұсынады. Салқын әлде ыстық. Судың температурасы аса маңызды рөл ойнамайды, дегенмен Ұлыбритания ғалымдары мәліметінше мұздай су шөлді тез қандырады. Мұздай су әйелдердің мигрен және бас ауруына себеп болады. Шай әлде кофе. Ғалымдар шай мен кофенің мөлшерін барынша азайтуды ұсынады. Себебі құрамында кофеин бар. 1 стакан кофе ағзадағы су мөлшерін 1 стаканға азайтады. Ең бастысы су мөлшерін азайтып алмау. Организмде су мөлшері тұрақты болған кезде өзіңізді жеңіл әрі